кеш жарық. Біз жігіттермен шықтық. Нарыл көзіңді аш. Нарылды қазір рентгенге алып бара жатырмыз. Біздің Астананың ауа райына базар жоқ енді. Әңгіме жоқ қой. Қаласа жаңбыр жауа салады, қаласа күн деген ашыла салады, қаласа жел бола салады. Тура менің көңіл-күйім секілді. Сейчас узнаем, что с Нарулом. Как твое состояние? Шүкір. Жағдайың жақсы ма? Иә. Оқырмандар енді сұрап жатыр, Нарулдың жағдайы қалай деп. Нарул мырза, айтсаңыз, жағдайыңыз қалай? Ауырады, бір мезгіл ауырмайды. Ұйықтауға неудобно. Ыңғайсыз ба? Ничего, уйсіз адам болып кетесіз. Сіздің үйдегі ұлдар осындай ма? Бізде осындай. Екеуі көп төбелеседі, ойнайды, сосын жылайды, достасады, қайтадан төбелеседі. Ұлдар сондай болады екен. Жоным. Біз шықтық рентгеннен. Заключениені ертең береді. Еще смещения не было, еще рано деді. Бірдеңе айту, өйткені бір-ақ апта өтті. Енді тағы 2 апта гипспен жүреді Нарул. 2 аптадан кейін бұйырса тағы да рентгенге түсіп, травматологқа барамыз дәрігерге. Біз енді ота жасатудан барынша қашып жатырмыз, өйткені әлі кішкентай, жас сүйек тез бітіп кетеді деген ниеттеміз. Нарул қазір дәрумендер ішуде, я Нарул? Нарулдың өзі не хочет, сам боится операции. Не операция будет, а наркоза будет. Наркоза, почему? Уже 2 раза получал, да? 4 раза. 4 раза? Да. У тебя еще это было. Зондирование было, да? Зондирование. Бала наркоздан қорқып қалған, сондықтан отаны жасатуға қорқып жатыр. Әрине мен де ана ретінде наркоздан қорқамын, өйткені Нарул осыған дейін де жүрегіне ота жасатар алдында да бірнеше рет наркоз алған. Ештеңе етпейді. Бастысы қозғалмай, дәрігерлердің кеңестерін мұқият жасап, айтқандарын жасап, дәрілерін ішіп, витаминдерін ішсе, тез бітіп кетеді деген ниеттеміз. Солай ма, Нарул? Менің. Ал қазір біз Магнумға, Гомартқа азық-түлік алуға барамыз, ә? Ой, мен де ойымдап кеттім. Енді ертең заключениясын таңертең берсе алып кетеміз. Содан кейін дәрігерге барамыз. Ауырмаңыздар. Өте байқап жүру керек екен.